Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыс мезгілі бітіп, халық қалың киімін тастап, күн жылыған көктемінде ауа райының қайда суытатыны бар. 14-27 мамыр аралығына тұспа-тұс келетін бұл кезеңді қазақ құралайдың салқыны деп атаған. Құралай киіктің лағы. Халық ұғымында құралайдың салқыны мамыр айының екінші жартысынан басталып, 10 шақты күнге созылатын дауылды қара суық, құбылмалы күндер. Адамға да малға да жайсыз қара суық түсіп, ызғырық жел соғып, тіпті кей жерде қар жауады. Қазақтың есепшілері теке бұрқылдақ амалы текелердің суретін кезіне қарап, құралайдың салқыны амалының уақытын дәл анықтап отырған. Құралайдың салқыны аталатын себебі бұл кезде киік төлдеп құралайдың кіндігі түседі. Әрі киік төлдер кезде желге қарсы жүгіріп, төлдеуге қабілетті болады. Бұған табиғаттың тылсым күшімен соққан қатты суық жел жәрдемдеседі. Bir қызығы, даланы кезген барлық киік осы 2-3 күннің ішінде төлдеп үлгереді. Енесі жанында болмаған кезде құралай тапжылмастан жата береді екен. Құралайдың салқыны мен бес қонақ. Үлкендердің айтуынша, аналық киік кез келген құралайды емізіп бауырына ала береді. Жаздың ыстығы түскенде құралайдың далада жетім қалмайтыны осыдан. Киік лағын осы мерзімде өргізеді. Яғни құралайдың салқынында жел тұрып, жаңа туған лақ желге қарсы жүгіріп, тынысын ашып, тез аяқтанып кететін көрінеді. Этнограф Серік Ерғалидың айтуынша, құралайдың салқыны мен бес қонақ қатар келетін көктемнің мың құбылатын ауа райының бір бөлігі. Құралай мезгілі елдің орталығы мен солтүстігінде мамырдың 20-сына қарай, батыста 25-не қарай бір аптаға созылады. Бесқонақ қазақ күнтізбесінен туындайды, бірақ бұл ұғым ежелгі 6000 жылдың адамзат күнтізбесінде бар. Жылдардың 12 айы 30 күннен болып, 5 күн кетік болады. Осыны бесқонақ деп атайды қазақ. Ежелгі Мысырда құдайлар ретінде Осирис, Гор, Сет, Исида және Нефтида деп атап өтеді. Мұны парсылар тамыз-қыркүйек айларында атайды. Ал қазақта жаңа жылдардың басында наурыздың 16-17-сінен бастап 5 күн санайды. Бірақ оның мезгілі әр өңірде түрліше аталып жүр. Ақтөбеде сәуірдің 13-нен бастап 5 күндік қосымша тағы 5 күн қосып атайды. Құралайдың салқыны кезінде қазақ ұғымында киік лағын өргізеді деп есептеледі. Киіктің ешкілері бас-аяғы 2-3 күнде лақтап үлгереді де, тағы 2-3 күн ішінде киік лағы аяқтанып болады. Ол жаяуға да жеткізбейді, бір аптада аттыға да жеткізе қоймайтындай аяқтанып кетеді. Осы кезде қасқырдың да етке тәбеті болмай қалады деген сенім бар. Қазақ халқының жұлдызшылары мен ауа райын болжаушылары көбіне айдың тууы мен үркер шоқ жұлдызына қатысты және өткен жылғы қысқы ауа райын ескеріп болжайды. Бұған арнайы білім мен дағдыдан басқа қасиет те керек болмайды дейді Серік Ерғали. Біз осы орайда Қазақстанның ұлттық гидрометеорологиялық қызметтерінің баспасөз бөлімі мамандарымен байланыстырдық. Сондағы мәселеміз мамыр айына ауа райы қалай болжанып отыр? Құралайдың салқыны амалында күн райы қалай құбылуы мүмкін деген сұраққа жауап іздедік. Мамандардың айтуынша, бір айға арналған ауа райы болжамы консультативтік ретінде пайдаланылуы керек. Кейін синоптикалық жағдайлардың өзгеруіне қарай түзету енгізіледі және 10 күндікке арналған ауа райы болжаушылармен нақтыланады. Мамыр айында
жазғы атмосфералық процестерге көшу жүзеге асады. Көп жылдық мәліметтерге сәйкес оңтүстік аймақтарда үсік айдың бірінші жартысында, ал солтүстік аймақтарында айдың соңына қарай аяқталады. Бірақ кей жылдары ең соңғы үсік айдың соңында, тіпті маусым айында болуы мүмкін. Ауа райының тұрақсыз сипаты жаңбыр мен найзағай, екпінді жел ай бойы, ал кей күндері бұршақ жаууы мүмкін. Айдың көп бөлігінде жоғары температура көрсеткіші басым болады деп күтілуде. Республикамыздың солтүстік жартысында күндіз ауа райы +25, +35 градусқа дейін асуы мүмкін. Оңтүстік жартысында +30, +40-қа дейін баруы мүмкін. Суық толқын әсерінен ауа температурасы төмендейді. Солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда, сондай-ақ елдің орталық шығысындағы таулы аймақтарда түнде +5, +5 градусқа дейін, күндіз 10-15 градусқа дейін баруы мүмкін. Мамыр айларында республиканың басым бөлігінде орташа айлық ауа температурадағы нормадан 1-2 градус жоғары, батыс аймақтарында қалыпты температура сақталады деп күтіледі. Мамыр айларында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде қалыпты шамада, елдің қиыр батысында қалыптыдан жоғары, Қазақстанның оңтүстік орталық өңірлерінде қалыптыдан аз болады деп болжанады. Видеоны ұнаса тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыздар.